Сәлем балалар, біз бүгін Алюкамен Нұрсұлтан қаласында және орталық Азияда ашылған жаңа ең үлкен мешітке келдік. Мешітті бірге аралайық, қызықты ақпараттармен бөлісе отырамын. Мешіттің 4 мұнарасы бар, әр қайсысы 130 метрге дейін көтерілген. Әрбір мұнара 5 бөліктен тұрады. Олар исламның 5 тірегін құрайды. Иман, намаз, ораза, зекет және қажылықты білдіреді. Мешіттің кіреберіс есігі әлемдегі ең биік ағаш есіктердің бірі болып саналады. Мешіттің қабырғалары мен күмбезінің іші түрлі түсті оюлар мен өрнектер мен Құран аяттарымен және дұғалармен безендірілген. Жағынан қабырғаға Алланың 99 есімі қашалып, ішінен алтын нұрмен нұрланған. Залдың ортасында күмбез астындағы хрусталь люстра ілулі тұр. Оның салмағы 20 тонна. Кілемнің жалпы ауданы 15.525 шаршы метрді құрайды. Бұл әлемдегі қолдан жасалған ең үлкен кілем. Ол Жаңа Зеландияда 100% жүннен тоқылған. Мешіт орналасқан жер телімінің ауданы 10 гектарды құрайды. Сонымен қатар ғимараттың астында 405 орындық үлкен автотұрақ бар. Мешіттің астына арнайы туннель салынды. Қалалық автобустар жолаушыларды жер асты станциясынан мешітке дейін жеткізе алады. Бұл келушілердің мешітке баратын жолын қысқартады және ауа райы қолайсыз болған жағдайда өте ыңғайлы.